Ассаляму алейкум, құрметті қыздар, аяулы аналар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тайм-менеджмент, уақытты тиімді пайдалану, уақытты жоспарлау. Жалпы білесіздер, қысқа да нұсқа айтқым келеді. Біздің бүгінгі таңда жастық шағымызда берілген бірден бір нығмет ол уақыт. Уақыт ешқашан қайта айналып келмейтін ең құнды, ең қымбат ресурс болып саналады. Сондықтан дәл қазіргі жастық шағымызда барынша қолымыздан келгенше Аллаға тәуекел етіп, уақытымызды тиімді пайдалану аса маңызды. Жастық шағын дұрыс пайдаланбаған, жеткілікті түрде білім алмаған жан қартайғанда сыйлы қарт бола алмайды. Бұл сөздер маған өте қатты әсер етті, өйткені бүгінгі таңда біздің миымыз өте жақсы жұмыс істеп тұрған кезде жаңадан тіл меңгеріп, білім алып, өзімізді жаңа салада көріп, қоғамға пайдалы болу өте маңызды. Біз баламызға кітап оқы, дәптеріңе жаз деп айта алмаймыз. Өйткені бала бірінші кезекте көзбен көрген нәрсесін қайталайды. Себебі кез келген адамда 95% түпкі санамен адам өмір сүреді. Яғни 95% дегеніміз ол кішкентай кезінен ата-анасынан көрген іс-әрекеттерді автоматты түрде қайталайтын болады. Жалпы мен бірінші кезекте айтқым келетіні, қазір сіздерге өте керемет бір матрица Эйзенхауэра дегенді бергім келеді. Бұл матрицада не істейсіз? Бұл матрицада уақытыңызды 4-ке бөлесіз. Видеода берілген, видеоны тоқтатып көрсеңіз болады. Уақытты 4-ке бөлесіз. Сіз үшін маңызды және шұғыл жұмыс, маңызды және шұғыл емес жұмыс, маңызды емес шұғыл жұмыс және де маңызды емес шұғыл емес жұмыс деп 4-ке бөлінеді. Солай өзіңіздің уақытыңызды алдын ала жоспарлайсыз. Сіз үшін дәл қазіргі сәтте қандай жұмыс маңызды, қай жұмыс бірінші атқарылу керек, соны жазып шығасыз. Одан кейін өзіңіздің ойыңызда жүрген барлық жоспарды қағаз бетіне түсіріп жазасыз. Қандай жұмыстарды атқаруыңыз керек, сіз не жасауыңыз керек, сізді соңғы күндері не мазалап жүр, соның барлығын жазып шығасыз. Одан кейін сол жоспарыңызды 12 айға, 4 аптаға, 7 күнге және де 24 сағатқа бөлесіз. Табысты дәл солай. Мысалы, сіз жылына миллион табыс тапқыңыз келсе, миллион табысты 12 айға, 4 аптаға, 7 күнге, 24 сағатқа бөлесіз. Сол кезде сіздің сағатына қанша табыс табуыңыз керектігі шығатын болады. Және де мен сіздерге тағы да бір айтқым келетіні, бұл тақырып менде жалғасады, өйткені менде әлі айтатын көп нәрсе бар, бітпей қалды. Метод пирога деген бар. Өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдалану үшін бөліп шығасыз. Мысалы, отбасыма бөлетін уақыт, өзіме бөлетін уақыт, жолдасыма бөлетін уақыт, қоғамға бөлетін уақыт деген сияқты уақытыңызды бөліп шығасыз. Өйткені уақыт қайта айналып келмейді. Бүгінгі біздегі болған тақырып матрица Эйзенхауэра, соны орындаңыздар иншалла.